Пайғамбар алейхиссаламның намаз оқу үлгісін көрсетіңізші бізге. Расулалла қалай намаз оқитын еді дейді. Керемет сұрақ қойған да. Абдулла ибн Масғуд радиаллаху анху сол отырған жерінен тұрып, осындай бір үстін болды дейді. Сол үстіннің артында тұрады да 2 ракат намаз оқыды дейді. Дәл қазір қалай оқыдық біз? Қолымыз алақанымызды қыбла қаратамыз. Құлақтың тұсына дейін такбир алады да, қолды кіндіктің тұсына байлап, аяғының арасы 4 елі, дәл осындай үлгіде намаз оқиды, қолын көтере бермейді ешқандай. Сөйтіп намаз сәлем береді. Пайғамбар алейхиссаламның соңғы намазы осындай болған деп айтқан ол кісі. Кім айтып жатыр бұл әңгімені? Абдулла ибн Масғуд деген сахаба радиаллаху анху. Міне қазіргі біздің ұстанып келе жатқан мынау Ханафи мазхабымыздағы деп оқып жатқан үлгіміз, бұл Абу Ханифа рахмахулланың ойынан тапқан бір амалдар емес бұл. Бұл шежіре Расуллаға барады. Пайғамбарға баратын шежіре бұл. Аллаға шүкір тауба, біздің ата-бабаларымыз өте сауатты болған. Сол 4 мазхаб бар әлемде. Жазып қойыңыздар, неше мазхаб бар? 4 мазхаб бар. Ғасыр жағынан айта кетейін. Бірінші Абу Ханифа, екінші имам Малик, үшінші имам Шафиғи, төртінші Ахмад ибн Хамбал деген ғалым. Ғалымдар жалпы әлем 4 мазхабтың салып кеткен жолы бойынша намаздарын оқып келе жатыр қазір әлемдегі мұсылмандар. Сол әлемде қазір 2 миллиардқа жуық мұсылман болатын болса, әлемде. Сол 2 миллиардқа жуық мұсылманның ішіндегі 70% Ханафи мазхабымен намаз оқиды. Ойламаңыздар, тек қана Қазақстанда ғана емес, тек қана Алматының төңірегінде ғана емес. Әлемде айтып жатырмын мен. Соның ішінде Аллаға шүкір, бізде қазақ халқы, міне ата-бабаларымызбен осы жолды ұстандық келе жатырмыз. Енді неге Абу Ханифа деген сұрақ келуі мүмкін? Неге Абу Ханифа? Неге имам Шафи емес біздің елдерде? Неге имам Малик емес, Ахмад ибн Хамбал емес? Неге десек, біздің ата-бабаларымыз көрдіңіздер ме? Жаңа айтылғандай 4 имамды саралаған. Пайғамбар алейхиссаламға қайсысы жақын өмір сүрген бұлардың? Десе, 4-еуінің ішіндегі Расуллаға жақын өмір сүргені Абу Ханифа екен.